өзіміздің ремонтымызды бастағалы жатырмыз. Ассалаумағалейкум ағайын. Бүгін бізде Q-Photobor компаниясының халықаралық дәрежеде компания болып ашылатын күні. Очень рад, что мы смогли вместе с Талгатом открыть вот здесь, в этом славном городе Алма-Ата, подразделение компании Автосеть.рф. Автосеть КЗ у нас развивалась и только процветала. Спасибо большое. Бүгін жұма біз Q-Photobor компаниясы халықаралық компания болғаннан кейін бастамамызды және де астыда өзіміздің ремонтымызды бастағалы жатырмыз. Командаға ыңғайлы болу мақсатында, сондықтан жұмада ниетімізді Аллах тағала қабыл болсын деп және ата-бабамызға Құран бағыштап осы қатын түсіргелі жатырмыз командамызбен. Ассалаумағалейкум, қалайсыңдар? Міне жалпы достар, біздің қазір команда осы офисімізді барлығын жасайтын. Мен сіздерге достар қысқаша біздің компанияның қазіргі дизайнымен таныстырып кетейін. Бізде мына жерде шоурум болады. Қазір негізі команда жақсы жерде жұмыс істеу керек. Мынау біздегі колл-центр. Мына жерде мен кабинетім, управляющийдің кабинеті, касса және столовый болады. Тамақ ішетін жерлері. Мынау мен кабинетінің іші. Мына жерде переговорный, мына жерде клиентский зона, клиентіміз тосып алатын боламыз. Мына жақта менеджерлер, сатушылар, банк отыратын болады. Мынау переговорный, онлайн проектор бәрін қоямыз. Осы жерде біздің жиналыстар, үлкен мәселелер шешілетін болады. Ал жалпы клиенттерімізді міне осы жерде тосып алатын боламыз. Автосеть КЗ компаниясының системасын алғаннан кейін осы система бойынша командамыз жұмыс істейтін болады. Ал жалпы міне біздің ресепшн. Осы жерде біздің клиенттерімізді тосып алатын боламыз және ары қаратай біздің менеджерлер осы системаның барлығын достар сіздерге міндетті түрде қалай жұмыс істегенін, жалпы құрылыстың қалай жүріп жатқанын барлығын сіздерге көрсететін боламыз.
Ассалаумағалейкум ағайын. Бүгін бізде Кифо Тұлпар компаниясының халықаралық дәрежеде компания болып ашылатын күні. Қазір Ресей елінен қонақтар келді. Бізбен бірге болыңыздар, тамашалаңыздар. Талгата знаю с осени 2018 года. Талгат молодец, он поставил себе план развития, стремился к нему, выполняет его. У него есть определенные цели, которые он, несмотря на сложившиеся трудности в экономике государства и в целом в мировой экономике, он их превосходит, он их все эти трудности проходит и идет вперед. Желаю компании Кифо Тұлпар развития и Талгату тоже здоровья и развития. Дайындық қалай? Дайындық күшті, барынша бәрін жоғары деңгейде жасауға тырыстық. Біздің Ресейден келген қонақтарымыз үшін, Қазақстандан келген қонақтарымыз үшін барлық күшті командамен жиналып осылай дайындық жасадық. Рахмет, сәттілік. Бәке, ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Ал Бәке, өзіңіз алғашқы іргетасын бірге қалаған компания бүгін осындай дәрежеге жетіп отыр. Бір ауыз лебізіңізді компанияға деген, Талғат ағаға деген. Өте қуаныштым. Қазір қарап тұрмын, несі өте әдемі жасалған дизайны. Кәдімгі қарапайым қазақтың баласы да осында үлкен кәсіп жасай алатынына көз жеткізіп отыр. Бізге ол үлкен мотивация. Бірақ мақсат біз үнемі биік болсын, әлемге шығайық. Қазақстан біз үшін предел болмасын. Бұйыртса, Кифо Тұлпар, Қазақ үшін Тұлпарда әлемнің 266 мемлекетінен көрейік. Мұнда Талғат ағаның ата-анасы келіп отыр, міне. Ал аға, бір ауыз ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Бір ауыз енді. Ал енді құтты болсын. Ашқалы жатқан мына нелерім, немене еді? Компаниялар. Компания қайырлы құтты болсын енді. Жақсы жұмыс, еңбекте табыс, бақыт тілеймін. Жақсы, рахмет. Ал міне достар, мұнда біздің Талғат ағамыздың бизнестегі алғашқы ұстазы Ахметбек аға келіп отыр екен. Ахметбек аға, ассалаумағалейкум, қалыңыз қалай? Бір ауыз шәкіртіңіздің етістігі жайлы осы бүгінгі компания жайлы бір-екі ауыз сөз айтып берсеңіз. Жақсы. Енді Талғаттың ең бастысы кәсіп жасайтын адамға өзіне деген шексіз сенім керек. Сол көбінің кәсіп бастай алмайтын, былай айтқанда адамның қабілетінің бәрі бірдей болып жаратылады ғой. Біреулер адамдар екіге бөлінеді, біреу мүмкін емес дейді, біреу бәрі өседі, бәрін жасауға болады деген. Талғат сол екінші бәрі өседі, бәрін жасауға болады деген батыл жігіт. Талғат қазір үлкен жақсы бір кәсіп жасап жатыр, өте қуаныштымын. Осы алғаш кәсіп бастаймын деп осы аламанға келген кезінен бері танимын, сәттілік тілеймін. Үлкен бір жоба болып Қазақстанға емес, көрші елдерге де танылатынына мен сенімдімін. Алланың қалауымен және сол кісінің еңбегімен осы дәреже жетіп, осындай бүгін күні әлемдік компания болып отыр. Қазір астрақты дейді ғой, одан асып кетсін иншалла. Олардың жаңағы бәріңізге мұлайтқанда мысал болатындай қылып, ертең осыдан жаңағы локомотив болатындай қылып, осы жаңағы ертеңге экспо болған кезде сіздің компанияңызды алда тұратындай қылып, Алла Тағала сол күнді жеткізсін иншалла. Мен өзім тілейтін сол Алла Тағала осы кәсібін берекесін берсін. Алла берекесін берсін. Армысыздар, құрметті қонақтар. Осы сәттен бастап халықаралық Кифо Тұлпар автосеть КЗ компаниясын ресми түрде ашық деп жариялаймыз. Добрый день, уважаемые гости! С этой минуты мы объявляем официальное открытие международной компании Кифо Тұлпар автосеть КЗ. Құрметті Талғат мырза И Руслан Мавлидинович, мы приглашаем вас перерезать красную ленту.
мәртебелі қонақтар және біздің команда. Мінекей күш бірлікте деп барлығымыз жұдырықтай жұмылып осындай керемет күнге жеттік. Бүгін міне біздің жаңа офисіміздің салтанатты ашылуы. Бұл қуанышпен бөлісуге қазақстандық серіктестерімізбен бірге Ресей мемлекетіндегі Татарстан елінің Казань қаласынан қонаққа келіп отырған аса құрметті жандар бар. Барлықтарыңызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы ортаға әкелінсін. Ал енді осы салтанатты жиынымызды бастауға Кюфо Тұлпар компаниясының негізін қалаушы Талғат Мырза и Руслана Мавлидиновича приглашаем на нашу сцену под ваши бурные аплодисменты. Ассалаумағалейкум. Осы біздің алғашқы халықаралық дәрежедегі компаниямыздың ашылу салтанатына келіп отырған барша менің жақындарым, ана жақтан әке-шешем келіп отыр. Алғашқы бизнестегі ұстазым Ахметбек Нұрсұлы ағамыз келіп отыр. Осы зданияны бізге тауып берген Мадина ханымдар осында келіп отыр. Зданияны бізге салысып жатқан кезде бір-біріміздің қаншама жаңа нервімізді еткен Фархат мырзалар, Асекеңдер, араласатын ортам, қазір көмектесіп жатқан Бақтияр бауырымыз, менің партнерім осы немедегі Бекназар мырза, осы жерде бар, жалғасын, бар аттар аталмағандар кешірім өтінем. Осында келіп отырған Нұрбол бауырымыз, Ақтаудан келіп отыр. Нұржан бауырымыз, Россияға мен өтетін кезде газельмен өткізіп, маған көмектескен болатын. Алла разы болсын. Осы барша Максим анау немеден Казаньнан келіп отыр. Біз Крымға барған кезде Алексей, Дима, все молодцы. Благодаря Руслану мы познакомились. Я на казахском начну, извиняюсь, да, потому что ал енді құрметті қонақтар, мынау біздің Кюфо деп өзі аталып тұрғандай Қазақ үшін тұлпар деген компания және Автосет КЗ компаниясы қосылып халықаралық дәрежеде компания болып жатырмыз. Жаңағы біздің ашылуымыз. Ал осы жерде отырған менің қымбатты жандарыма рахмет айтқым келеді. Ол ең бірінші менің әке-шешем. Әке-шешем мен осы өмірге әкеліп, әкем өзінің Запорожьін сатып жіберіп,
мені оқуға түсіріп, мамам сол білім тәрбиені бермегенде, қазір мен сіздердің алдарыңызда тұрмайтын едім. Сондықтан да бар адамдардың қадірін білу керек, жанымыздағы барында бұл кісілерді қадірлеп қалу керек. Сондықтан да сіздерге әкешше алғысымды айтамын. Алла разы болсын, жастарыңыз ұзақ болсын. Әрқашанда күліп ойнап жүздеріңізден, немерелеріңіздің, шөберелеріңіздің қызын көріп жүре беріңіздер. Содан кейін мен осы жерде осы шараның бәрін ұйымдастырып жатқан менің Кифотл бар командама алғысымды айтамын. Сіздер красавчиксіздер, молодец. Алла разы болсын. Осы команда болмағанда осының бәрі жетпейтін едік. Кезінде полды да жудық, шортимен де жүріп, айта беремін. Алла разы болсын, команда сіздерге рахмет. Ал енді содан кейін алғашқы бизнестегі ұстазым Ахметбек аға және де барлық осы жерде отырған бастан deyip рахмет айтам. Келіп отырғандарыңызға Алла разы болсын. Ал енді бізде қазақта өздеріңіз білесіздер, қазақи қылып менің әрбір істеген жобамның бәрі қазақ үшін деп басталған, спиннер жобасы болсын, басқа жоба. Қазір қазақилығымызды көрсетіп, өзіміздің қонақжайлылығымызды көрсетіп, осы жерде Руслан Абдунасыров мырзаға қазақтың шапанын жапқымыз келіп отыр. Да, и она где-то, все выйдите, пожалуйста, гости с России, вам тоже чапаны, наша команда, мы все от души приготовили. А теперь можно на русском, да? Чтобы наши гости понимали. Руслан Абель, вам слово. Можно я вот пока сниму уже сейчас? Вы можете садиться. Сейчас. Давайте мы все-таки закончим официальную часть, потому что к ней Талгат Сакан и его команда шли очень давно и очень долго. И мне бы, конечно, сильно хотелось заострить внимание на этом моменте, когда у человека появляется цель, когда он ее достигает. Я вообще хотел извиниться перед вами, то, что мы задержали всех вас. Так получилось, что с самолета по дороге мы еще решили сделать фотографию для Инстаграма, это уже сейчас неотъемлемая часть. И вот как бы задержка из-за этого произошла. Вот я от лица, от имени нашего татарского народа хочу вам передать огромный салам нашим казахам, братьям казахам. Мы очень близки не только по вере, но и по духу. Мы такие же целеустремленные, как и вы. Мы такие же смелые. Мы точно так же идем до конца. Поэтому я действительно очень рад, что мы смогли вместе с Талгатом открыть вот здесь, в этом славном городе Алма-Ата, подразделение компании автосеть.рф. Сейчас происходит, совершается большое дело. Большие дела каждый день не делаются, и это очень важный момент для многих из здесь сидящих. Кто-то придет и, дай бог, просто от чистого сердца и от души порадуется за Талгат Сакана, за его ребят, а кто-то завтра выйдет в поля и будет работать, не поднимая головы, и мы получили то, что хотели, да, Талгат Сакан? Конечно, Талгат — это невероятный человек, это история его
я и многим рассказываю, как он сильно, как человек, когда очень сильно хочет, он может и делает все ради этого. То есть он не только говорит, что я хочу, я смогу, не подведу, он еще и дело делает. Это, конечно, в наше время немного таких людей, я скажу так скромно, но они есть. Вот, простой парень, я считаю, ну абсолютно. Ну, он как бы, вот сидят его родители, вам большое уважение и поклон. Воспитали прекрасного человека. Да, и он придет до последнего. У нас, мы вот приехали с предпринимателями сюда, с ребятами, тут Уфа, Иркутск, Москва, Казань. Приехали к Талгату. Это вот, ну, надо понимать, да, представляете, приехали к Талгату, и каждый может подтвердить, что мы его называем казахским танком. В Казахстане танки не делают, но у вас есть свой танк. Вот этот парень, вообще, если ему надо, он, конечно, может горы свернуть. Это, ну, сильное качество достойного мужчины. Ну, в свою очередь, хочется пожелать ребятам, вот, тем самым людям, которые будут каждый день от имени компании «Автосеть» разговаривать с клиентами, чтобы у них никогда не исчезло чувство голода, вот это вот чувство, когда хочется работать с клиентом еще и еще, и, ну, тогда у вас все получится, это самое главное. У вас все на самом деле для этого есть, у вас есть крутой руководитель, у вас есть все технологии, у вас есть бренд, поэтому все, что вам остается сделать, это их применить и, собственно, больше ничего. Ну что ж, Талгат, я просто хочу сказать, что вы невероятные ребята, у вас обязательно все получится, поверьте мне. Ну, то есть, если уже ваши конкуренты уже сейчас пишут, есть салон Астра как-то, сейчас и Астра Авто пишет, мы хотим с вами срочно встретиться, ну, можно встретиться. Это о чем говорит? О том, что они понимают, кто такой Талгат, что за компания «Автосети». Конечно же, они переживают и понимают, что появился еще один сильный игрок в лице Талгата и его команды. Поэтому у вас, ребята, есть все для этого. Талгат, конечно, настоящий предприниматель. Он вложил сюда невероятное количество сил, денег. Он не ходил это все вечерами с телефоном снимал. Руслан Абыни, вот, смотрите, вот мы тут сделали. Я думаю, то есть, его понять сможет только тот, кто делал такие вещи. Делать это нужно сначала найти деньги, потом найти духа и видение, их правильно потратить, а потом все это еще и реализовать. Вот поэтому здесь, конечно, сегодня происходит большое дело, которое вызывает глубочайшее уважение. Я хочу тебе пожать руку и хочу пожелать, чтобы автосеть КЗ у нас развивалась и, ну, только процветала. Спасибо большое. Не словами, а делом покажем, иншаллах. Вот мы вручаем тебе сертификат нашего дилера, нашего партнера. Это, ну, отличительный знак, что вы являетесь нашим партнером. Мы вам доверяем и фактически отвечаем за все ваши действия и слова. Держите. Иншаллах, бірінші Аллах, потом наша команда, не подведем вас. Постараемся. В честь этого к нам приехал спеть наш казахские батыры, Алатау серлері. Сейчас они споют свою песню. Рахмет, ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Мінекей, қазақтың жігіттері осындай ұстастап, қазақтың жігіттері осындай мәртебеге жетіп жатса, біз де қуанамыз. Олай болатын болса, көненің көзіндей болып көрінеді, бойынан қазақылық төгіледі. Бүгінгі ашылуға келген халық қошеметпен қарсы алса егер, ән салсын Алатау серлері дейміз. Молдабайдың әнінен бастайық. Берекесін берсін, қазақтың жігіттері өсе берсін. Хей! Хей!
Жырым жалықтау жатқа жақсы қалықта білгеніңді айтпасаң тыңдар сөзің бар деген сіздің айтар халықта айтарыңды анықтап ақ қуыстай шалықтап жақсы менен жаманды қауысырға жатқызып ішінде қалықта молдабайдың әлегі осылай ұлы ән салсам домбыраның сәлегі Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра дейді. Олай болатын болса, осы түркіге ортақ, түркі еліне ортақ болып жүрген Арсланбек Сұлтанбеков деген ағамыз бар. Сол кісінің әдемі домбыра деген әні бар екен. Олай болатын болса, әр қазақтың шаңырағынан домбыраның үні үзілмесін деп домбыра әнін тарту едік. Қабылдаңыздар. Ал кеттік. келесі енді құрметті ағайындар, міне келесі ән осы кеше ғана Алаш қуғын-сүргінге ұшыраған бабаларымызға арнаған Алаш ардақтылары. Енді Әлихан атамыз айтқан ғой,
мен тірі болсам қазаққа қызмет қылмай қоймаймын деген. Олай болатын болса, сол атамыздың ұрпағы осылар, өзіміз қазаққа қызмет қылайық. Олай болатын болса, Алаштың ұраны асқақ, тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын. Ей, шап! Қандай сұрақ еші рухымыз сынбасын қазақ елі. Ал енді құрметті қонақтар, қазір сөз кезегін мен осы әнді бизнес бастау мектебіне келген кезде осы әндермен рухтанып, алғашқы бизнестен өне үйренген ұстазым Ахметбек Нұрсила ағаға бергім келіп тұр сөз кезегі. Керемет, армысыздар ағайын. Жаңа Алихан атамыз айтты, ұлтқа қызмет ету білімнен емес, мінезден деп айтқан. Шындығында да Талғаттың керемет білімі тасып тұрған жоқ ойдым, бірақ мінез бар. Ұлтқа, халыққа қызмет істейтін. Талғат, білесің мен күнде таңертең мына сторис жүргізіп отырам, сағат 5-те тұрам. Енді менде де бір 200-ден астам подписчиктерім бар, соларға бір ойлар салып отырам. Бүгін таңертең Генри Фордтың мына сөзін айтып едім. Ең қауіпті бизнес дейді, ол тек қана бір ақша табу, қаражат жасау үшін ғана жасалған іс-әрекет дейді. Ол мына құмар ойынды ойнайтын адамға ұқсайды, олар кетсе 2-3 жылға жетеді дейді. Ұзақ жол, тұлпарға ұзақ сүрінбесін тұлпарың, халыққа ел үшін қызмет істей бер, болашақ керемет болсын. Сегодня я вижу есть в науке слово синергия, да? Когда 1 плюс 1 и всегда 2 будет. 1 плюс 1 может быть 5, 6, 10, 20, да? Вот сила и энергия Талгата и возможности Казахстана, знания, большой опыт наших российских братьев, біздің татар бауырларымыз, қанымыз бір, түркі халықпыз,
когда вот сольется и даст очень огромные, большие, я думаю, результаты, бастаған іске Алла береке берсін. Тек қана сенің қуанышыңды, дамығанды көріп жүрейік, елге жұртқа қызмет істей бер. Еркебұлан, мына кілемге жасалған Абай атамыздың бейнесін өзіңе сыйға осы жерде бізге ілініп тұрсын деп айтатын. Абай атамыз айтады, арттағы сөзіңменен ісің қалса, өлсең де өлмегенмен боласың тең дейді. Бұл аталарымыз жаңа алаш ардақтылар өмірден озып кеткенмен, олардың ісі, сөзі біздің жүрегімізде. Талғат, сен де артыңа осылай, міне, Талғат атамыз жасап кеткен деген ұрпағың, ата-анаң мақтанатындай, ұрпағың мақтанатындай, ел мақтанатындай, үлкен Генри Форд сияқты үлкен бір корпорацияға айналуына тілектеспін. Құрметті қонақтар, жаңа самолеттің кешігуіне байланысты, жолға байланысты біраз кешіп қалдық. Бізде стол дайындалған болатын, бірақ та осы жерде сөйлейм деген адамдар бар, болса ортаға шығып сөйлеулеріне болады. Ғаділбек, Жанай бауырымыз келіп отыр, Алла разы болсын. Бағана эмоциямен барлық адамдардың атын айта алмадым, ренжімеңіздер. Қазір енді сөз кезегін әке-шешеме берсем, содан кейін барлық адамдар сөйлесе, өйткені менің әке-шешем осы кісілердің аяғында астында жұмақ дейді. Менің осы жерде тұрғаным, осы кісілердің арқасында, әкем, мен де қарапайым семьядан шыққанмын, менің өмір жолым басқа бір адамдарға да қазір жанында жүрген бауырларыма да өнеге үлгі болып, олар да өз әке-шешелеріне құрмет көрсетіп, осындай кәсіптер ашып, қазағымыз өркендеп өсіп, осындай халықаралық дәрежедегі компаниялар бола берсе деген оймен осының барын ашық түрде жасап жатам. Сондықтан да папа, мама, сіздерге сөз әкелсін. Ассалаумағалейкум рахметтуллахи ва баракатуху. Келген қонақтар, келген адамдарың құтты болсын. Енді біздің баламыздың ашып жатқан компаниясы үлкен бір болашақта қазағымыздың қалаулы бір компаниясы болсын. Қазағымыздың енді келген қонақтарға денсаулық тілеймін, жұмыстары жемісті болсын. Осы отырған халқыма бақыт тілеймін. Мен көп сөйлей алмаймын. Бақытты болсын. Осы әкем сияқты сөйлеуін емес, іспен көрсету әкемнен үйренбеппін. Сол балам бақытты болып, енді істеген жұмысы жемісті, бақытты болсын енді. Құрметті қонақтар, міне бүгін ақтүйенің қарнын жалып деп жатады ғой қазақта. Қуаныштымын. Балам фермасын ашып мінеге. Сонау Қазан елінен келіп жатқан қонақтарға рахметімді айтамын. Басымызды иіп. Мен отырғасын, менің баламды сыйлап келіп жатқан жолдастарына, қаншама адамдарды көп мәз болып жатырмыз. Баламның жетілгенін жанындағы кісілерден көріп жатырмын деке. Сіздерді көріп бізді риза болып жатырмын. Сіздерге де бақыт тілеймін, жақсылық тілеймін. Балама жақсылық жұмысының еңбегінің жемісін көрсін, балаларының қызығын көрсін. Енді дірілдеп тұрмын, ана жүрегіден осы шығар, енді қуаныштымын. Сіздерге осы бізге қуанып ортақтасып жатқандарыңызға рахмет. Біз ана Түркияда жүрген кезде Жанай рахмет, осылай қаншайым деп атап өмірі қылып күйеуім айтпаушы еді, соны айтып жатқанға қуанып жатырмын. Рахмет саған, Жанай. Қаншайым атап жатырмын. Не тілеп жатырсың? Рахмет саған. Бәр жақсылық осы баланың арқасында, оның бәрі сіздер бізге қуанышымызға ортақтасып жатқандарыңызға. Бәр жақсылық береке бірлік бола берсін. Ортақтасып рахмет айтамын. Рахмет. Менің бақытты болуымның бір себебі анама тартқан ғой, көп ерінде. Анасына тартқан бақытты болып дейді ғой. Жоқ, осы шының қай, еңбегі, мінез бәрі осы әкемнен шыққан. Екеуі де бар ғой. Алла разы болсын, сіздерге рахмет. Енді бір би бар екен, қыздар дайындап қойған, сол биді көрсек, содан кейін адамдарға сөз берсек,
Это наша команда, Руслан Абы. Вот девчонки с нашей командой, все у нас вот такие. Спасибо, девчонки. Ахмед. Когда вот мы с Русланом Абы познакомились, по Инстаграму познакомились, потом 2 человека встретились, я к нему поехал, у меня $20 000 в кармане, я хотел сразу купить эту франшизу. Когда к нему приехал, перед пандемией это было, Руслан со мной познакомился, поговорил, говорит, у тебя пока не наш уровень, говорит, ты пока не справишься. Я, да, хочу дать, да, ты хороший человек, но хороший человек это не бизнесмен, говорит. Поэтому давай ты немножко подождем, говорит, и посмотрим, может в будущем будем работать. Вот так он мне сказал. Потом я смотрю, он постоянно показывает, всем пользу приносит, поэтому все его истории, которые выходят в Инстаграм, очень хорошо помогает. Вот это посты считаю и думаю, все, надо покупать франшизу. Обязательно думаю. И он когда как раз объявил Крым, когда вот тот раз мы познакомились, вот Бибро, Максом, Димой познакомились, Алексеем познакомились, как раз в Крым поехали, отдохнули. И тогда я ему сказал, я приехал за франшизой, на Газели еще приехал. Вот как раз Нұржан бауырым, Алла разы болсын, қазір ұлын алып келіп отыр, мені сол кезде өз машинасымен өткізіп, ешқандай даму жолында жаныңызда жүрген қарапайым болсын адамдарды ешқашан ұмытпау керек деп басымды иемін, өйткені әр осы жерде отырған адамның менің компаниямның дамуына бір үлестері бар да. Осыны Мадина ханымды келіп отыр, мысалы барлықтарын осы жерде отырған барлықтарыңызға Алла разы болсын. Мен осы жерде тағы бір атап өткім келетін, Ақмарал ханым орныңыздан тұрып қойыңызшы. Мен көмекшім, жанымда осы жерде, қайда осы жерде. Білесіздер, я Мадина ханым қаншама қырқыз, төбелес, Фархат да? Қол соғады осы жерде. Алла разы болсын сізге. Осы жерде, осы команданың осылай құралып жатқанында да негізгі осы тілекшіміз Ақмарал ханымға Алла разы болсын. Және де біздің барлық командаға сөз кезегі өздерінде. Бұл компанияның негізін қалаған Талғат Сахан мырза болса, қасында компанияның өсуіне үлес қосқан, қаншама қиындықтан бірге өткен, ащыны да, тәттіні де бірге көрген керемет әріптестеріміз бар десек, артық болмас. Сол керемет жандарымызды доғыл қошеметпен ортаға шақырсақ. Ең бірінші Касьянов Сергей Саид мырза, сізді ортаға шақырсақ. Будущее Айдар Алмазович. Келесі Ибрагимова Асель, колл-центрдің руководителі. Жақсы Елдеев Серик, біздің менеджер по продажам. Нұрбекова Майра. Майра уже 2 жылдан асты біздің командада жүрген. Регистратор Жұмаділ Дастан. Және де біздің видеогруп дос Ералы ағай. Қалғандары қойды? Қалғандары бұл 1 жылдан аса еңбек сіңірген біздің әріптестеріміз. Жалпы енді Талғат мырза, біз сізге, өзіңізге команданың атынан алғыс хат. Благодарное письмо, Талгат Сахан. Никогда не устанем благодарить судьбу, подарившую нам встречу с вами. Спасибо за то, что вы просто есть. От вашего присутствия растекается тепло в душе. Пусть ваша искренняя улыбка помогает окружающим с оптимизмом смотреть в будущее. Желаем вам любви, счастья и благополучия. С уважением, ваша любимая команда. Ал енді екінші благодарный письмоны өзіңіз берсеңіз. От души благодарим вас за прекрасную работу, за ответственность и творческий подход к любой сложной задаче.
Спасибо вам за старательность, любовь и преданность делу, честный и эффективный труд. Желаю, чтобы вы дальше работали с энтузиазмом. Пусть каждый день приносит вам успех и радость. Будьте здоровы, энергичны, и результат ваших стараний всегда превосходит любое ожидание. Успехов и всех благ, с уважением, ваша любимая команда Хажмуратова Ахмарал Ханмаверова. Когда мы поехали в Казань, как раз Руслан, брат, наставник мой, он снимал историю. И как раз команда сдал тест, Саид получил, сколько? 87 баллов, да? Ахмарал Хан 99 или сколько? 92 балла получила, я получил 37 баллов. Потом Руслан, брат, как раз историю снял, говорит, вот, берегите ее, береги команду, а то твоя жизнь будет составлять 37 всего лишь процентов. Действительно это так, если не команда, мы 3-й месяц выполняем план уже, Руслан Абай. Это ваша система, которая, ваша команда, Артем, Марсель, спасибо, потому что постоянно на связи. Я, если раньше ходил, сам со всеми ругался, Саид постоянно материл, сейчас вообще не лезу. Они сами бегают, конечно, миллион тенге получают, с утра даже ночую здесь. Поэтому это система, системный подход. И 2 человека встретились, и вот это все вот создали. Поэтому спасибо. Келесі благодарное письмо Касянов Сергей. Выражаем вам огромную благодарность за сильное плечо, которое вы подставляете в нужную минуту. Ведь главное – это чувствовать поддержку и быть уверенным, что тебя поймут. Желаю вам добра, величайшего оптимизма, голубого неба, и пусть ваши дела возвращаются к вам бумерангом. С уважением, наша команда и Талгат Сахаров. Поздравляем. Бағила тәте, сізге Алла разы болсын. Өйткені осы тазалықтың бәрі осы кісінің арқасында. Қол шапалақтап қойып. Жалпы біздің компанияда барлығы шет-шетіне өнерлі. Бұлар бір ғана істің маманы болмай, өздерін жан-жақты дамыта білетін өнерлілер жиналған. Қазіргі тілмен айтқанда, біздің генийді, біздің маркетолог жігітті ортаға шақырғымыз келіп тұр. Айбар мырза, сізді ортаға шақырамыз. Руслан Абай, подарок есть. Вот так будете висеть теперь. Ну, великий человек же. Ассаламу алейкум, құрметті келген қонақтар. Q-Photopar компаниясы және де Автосет KZ компаниясы қосылып ашылып жатыр. Мінекей келген барлық қонақтарға алғысымыз шексіз. Ал енді сөзімнің басын орысша бастайын. Сегодня я хочу показать самые интересные и самые зрелищные из того, что я умею. Это сборка кубика Рубика на скорость. Ал енді мына Димаш менің ассистентім қазір алдыма барлығын алып келеді. Алдарыңызда осы кубик Рубиктердің барлығын санаулы минутта құрауға тырысамын сіздер үшін. Тыңдап көремін, мұң емес көңілді, ескемес бүгінгі. Қарсалар таңыңды, әрдайым көңілді, үзбей үмітті. Бермедік мұңға, жермедік сынба, жермедік сынба өмірде. Әрмесін тыңда, осы бірге шырқан беруде.
ал енді достар, бұл әлі соңы емес. Әлемде мінекей біз білетіндей сурет салатын адамдар өте көп. Қағазға саламыз, болмаса компьютермен салады. Алдарыңызда мінекей креммен де салғандар бар. Одан да бөлек құммен салады. Ал сіздер білесіздер ме, кубик рубиктен адамның портретін құрастыруға болады. Ал соны мен сіздердің алдарыңызда қазір көрсетейін. Давай, давай. Музыка. У меня команда, видите, какие люди, а? Долгосакан, я еще быстрее могу, смотри. Оп. Вот. 3 секунды. Это вам подарок, можете забрать. Или у нас может стоять, раньше нету. Как вы скажете? Очень круто. Похож? Очень сильно похож. Да? Теперь у нас... Спасибо. У нас тоже... Напишите в комментариях, похож или нет. Нереально. 400 кубик рубиков здесь. От 400, да? Да. Похож? Асеке, сізге сөз. Алла разы болсын, осы ортаны құрып, міне барлығымызды кәсіпкерлермен таныстырып, сонау Қазанға шек келіп, ең Асекені сыйлайтыным мықты нетворкер. Осы адам барлығымыздың басымызды қосып, қандай сөз болса да шыдап, қандай. Содан кейін ең жақсы ана жолына Доса мырза маған, Досекең өте жақсы нәрсе айтты да, Таке дейді, осы өмірлік жаңағы қажеттілігіңізді ойлайтын достар жаныңызда көп болуы мүмкін. Ол ақша береді сізге, басқа да көмектеседі дейді. Ал енді сіздің ақыретіңізді ойлайтын достар ол аз болады дейді, ондай адамдар табылмайды дейді. Сол Досекең менің ақыреттігімді ойлап жүретін, және де ол жағын бәрін дұрыстап қою үшін, жаңағы ара қатынасты дұрыстап алу үшін, Алланың алдында бірінші дұрыстап жаңағы парызымызды орындап, дұрыс ақыреттігімді менің өмірімді ойлап жүрген Асеке, сізге Алла разы болсын. Қаншама осы ақыл кеңестер беріп жүрсіз. Сізге сөз кетеді. Это наш бит, бро. Смотрящий за Казахстаном. Ұйықтаватса да күліп отыр ма? Сондай бар. Талғат мырза, бастап отқан ісіңіз партнерсыз ұзағынан болсын, берекелі болсын. Всех наших братьев татаров приветствуем на нашей земле. Спасибо вам, что вы есть. Почему? Потому что когда мы приехали в Казань, они показали свое гостеприимство. Вот Руслана, Айдарга. Да, вот теперь наша очередь показать наше настоящее казахское гостеприимство. Дай Бог, 2 дня будете нашими гостями.
Талгата я знаю как человек слова. Вот вы правильно определили танк. Человек, там же говорит же, вершины покоряют те люди, которые не боятся высоты. Это про Талгата сказано. Вот. Я надеюсь, тот мост, который вы сейчас построили, Казань-Казахстан, будет продолжение. Я всегда хотел вот с нашими братьями-татарами иметь бизнес совместный. Вот проложили путь, надеюсь, это как бы начало. Дай Бог, чтобы мы все были партнерами навеки. Если что, приграничную махинация, обращайтесь. Красавчик. Келін баламен келіп бар ғой сол жақтан, потом маған аэропортқа андай конфет, печенье, анау осының бәрін алып келіп, аға міне келініңіз таныс. Осындай қарапайым жігіттерден үлкен үміт күтемін негізі Алла қаласа. Бұрында бізде батырлар болған. Сол батырларымыздың арқасында осы жер 9-ші орын алатын жеріміз бар, еліміз бар, бүгін табиғатымыз көреді, Алла жазса қонақтар, табиғи байлықтарымыз көреді. Негізгі ол батырлардың жалғасы бар ма деп ойлаймын да. Ол батырлардың жалғасы қазіргі өздеріңіздер отырғандар осы кәсіпкерлер да. Кәсіпкерлер, Такең, Талғат мырза сияқты кәсіпкерлер. Мысалы батыр тұлғалы, бүкіл қазақтың тектілігін, батырлығын бойына сіңірген, жаңа қазақтың танкі деп жатыр, иә. Сондай танктік мінез тұлға біздің сол батыр бабаларымыздан келген. Ол былайшыққан кезде ауадан келген жоқ, сол батыр бабаларымыздың жалғастары, осындай батырлар өздеріңіздей мәмілегер кәсіпкерлер. Енді міне сол кәсіпкерлердің арқасында ел мен елді жалғастырып, алтын көпір салып жатыр. Сол көпір, Алла жазса, Әсет мырза айтқандай алтын көпірге айналсын. Осындай керемет түбі бір түркі ұлттары, халықтары үлкен кәсіп жасап, сол түркілік, тұрандық идеологияны жалғастыра берсін.